Адам ағзасында ақпаратты ең жылдам жеткізетін жүйе жүйке жүйесі. Жүйке ұлпасы қозуды қабылдап, өңдеп және өткізетін ұлпа. Жүйке жасушасының құрылысы оның қызметінің кілті. Сигналды қабылдайтын дендриттер, оны өткізетін аксон және жылдамдық беретін миелин қабығы бәрі бірлесіп жұмыс істейді. Люктирисатты болса, жүйке ұлпасы қозуды қабылдап, өңдеп және өткізетін ұлпа. Нейрон жүйке импульсын қабылдайтын және өткізетін негізгі жасуша. Дендриттер сырттан келген қозуды қабылдайды. Тармақталған пішіні арқасында олар бір мезетте сансыз көп импульсті ұстап нейронға жеткізеді. Майрон 3 бөліктен тұрады: дендрит, жасуша денесі және аксон. Аксон жүйке импульсын алысқа өткізеді. Ұзын болғаны ақпаратты тез жеткізуге арналған. Синапс арқылы қозу бір нейроннан екіншісіне өтеді. Толқ. Нейроглия нейрондарды қорғайды, қоректендіреді және тірек болады. Қол жүйке ұлпасының әрбір бөлігі нақты қызмет атқарады. Нейрон дамуындағы үш басты бөлік. Дендрит ақпаратты қабылдайтын нәзік тармақтар. Сома келген мәліметті өңдейді, ал аксон өңделген сигналды әрі қарай өткізеді. Жүйке жасушасының құрылысы мен қызметі арасындағы өзара байланыс дәлелденді.